Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге қыстың қамын жаз ойла деп түрлі жемістерден асорти компот дайындайтын боламыз. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен біз банкаларымыздың қақпағын және банкінің өзін ыстық суға булап алатын боламыз. Мен чайнекке буладым, шамамен 5-6 минуттай ұстасаңыздар жеткілікті. Біздің булаған себебіміз банка атылып кетпес үшін міндетті түрде осы әдісті пайдаланамыз. Банкының барлығын жақсылап булап болғаннан кейін өзіңізге ұнайтын жидектерді қосып шықсаңыз болады. Осы жерде мен қара өрік, сары өрік және алма түрін пайдаландым. Барлығын саламыз. Шамамен 10-12 данадан қосып шықсаңыздар болады. Және алма қостым. 3-4 тілім мандарин қостым. Енді бұл өзіңіздің қалауыңыз. Және осының үстіне құятын біздің суымыз міндетті түрде қатты қайнап тұру керек. Қайнап тұрған ыстық суымызды толықтай барлығын құйып шығатын боламыз. Буланған қақпағымызды бетін жауып, шамамен 20-25 минутқа қалдырамыз. Уақыт өткеннен кейін кастрөлге қайтадан өзінің суын толықтай құйып шығатын боламыз. Негізі құймасаңыздар да болады, әркім әртүрлі дайындайды. Қантын қосып, суын қосып, бірден жаба салады. Бірақ дәл осы әдіспен жасап көріңіздер. Суының бәрін құйып болғаннан кейін шамамен 200 грамдай қантымызды қосамыз. Мен үйде қант болмағаннан кейін дәл осы қатырылған қант түрін пайдаландым. Үстіне жаңағы біздің кастрөлге құйған суымызды бір қайнатып барып, банкымыздың үстіне құятын боламыз. Бетін буланған қақпақпен жауып, барлығын толыққанда осылай жасап шығатын боламыз. Егер видеоны соңына дейін қарап жатсаңыз, менің каналым сіздерге ұнап жатса, қазақша каналдың дамуына үлес қосып, төмендегі қызыл батырма, подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп қоюды да ұмытпаңыздар. Ыстық суымыздың барлығын толықтай құйып болғаннан кейін арнайы банк шапқышпен ауа кірмейтіндей етіп жақсылап тұрып жауып шығатын боламыз. Және де біздің ішіне қосқан қантымыз толыққанды бір қалыпты ерігенін қаласаңыз, түбінде қалып кетпес үшін міндетті түрде банкымызды дәл осылай айналдырып шығатын боламыз. Және де банкыны терісінен қаратып қоюды да ұмытпаңыздар. Осы кезде міндетті түрде бетіне қалың мата немесе одеял жауып қойсаңыздар болады. Осымен біздің қысқа дайындап жасап жатқан асорти компотымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Назерке. Каналыма тіркеліп, төменге пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.